Орталық алаңдағы кешкі ойын-сауық бағдарламасы жастарға арналған мерекелік концертпен жалғасты. Әртүрлі бағытта ұйымдастырылған кешке жиылған жастардың қарасы қалың болды. Барлығы ата заңымыздың 20 жасын тойлау үшін келген. Конституция күнінде қаламыздың орталық алаңында облыс әкімінің кубогіне арналған жайдарман ойындарына бастау берілді. Биылғы жылы ойындардың ерекшелігі іріктеу ойындары өңіріміздің әр ауданында ұйымдастырылмақ. Үздік шыққан 15 команда облыстық фестивальда өнер көрсетсе, кейін финалдық ойындарға жолдама алмақ. Ортағызға қандаспыз ғой. Конституцияның 20 жылдығына орай біздің солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы үшін аудандық және облыстық чемпионаттың ашылуы тұспа-тұс келіп отыр. Оған біздің Петропавл қаласының ең үздік деген 3-4 құрамасы қатысқалы отыр. Жалпы бұл чемпионатты ұйымдастыруға үлкен септігін, үлкен көмегін тигізген біздің солтүстік Қазақстан облысы әкіміне үлкен алғыс білдіреміз. Ал соңғы бір ай бойы бірінші солтүстік арнасының тікелей эфирінде Конституция тұрақтылық кепіл атты СМС викторина ұйымдастырылған болатын. Күнделікті викторинада ондаған адам жеңімпаз болса, ал ең үздігіне мерекеде ерекше сыйлық табысталды. Сұрақтарға ең көп жауап берген азаматымыз. Бәрі келді. Первый Северный арнасын сүйіп көреміз, арна дами берсін. Сонымен қатар баршаңызды Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Конституциямыздың 20 жылдығына орай 3 тамыздан 28 тамыз аралығында Первый Северный телеарнасында тікелей эфир СМС-чат викторинасында үлкен байқау өткізілген болатын. Конституция тұрақтылық кепілдік атты. Әрине, күн сайын өзіміздің көрермендерімізге сыйлықтар табыстадық. Кешқұрым күннің жаңбырлығына қарамастан жастар көтеріңкі көңіл күймен ашық аспан астында билеп жүрді. Орталық алаңдағы әуезді әуен күн батқанша тоқтамады.